Саз вақалары авто тариф етмеге азырмы? Студияда мен Султан Истакаева çalışам. Хайрлы ақшамлар. Қырым мектеплері оқу елі башланмасына азыр эпидемияға қаршы епісі тәдбірлер кечіріле деп исабат еттілер Жемхуриетнің тәсіл везірлігінде. Бірінші ве 11 сыныфлар үшін байрам тәдбірлері вақтында кечірілежек. Везір Валентина Лаврик тәсіл мөсселеріні сонки сефертев ташеті. Ахмеджет мектеплерінің бірінде біздің телевизион тақымызда болынды. Әрбір мектептің кірішінде профилактик чәрелер бақыла sıcak өлчелі әллер антисептиклерінен сүртіле. Маска кейліву истекке бақылы. Талебелерінің қапсызлығы үшін бинадан қошма чықышлар тәшкілетіле. Ахмеджетте Макаренко адына мектепте бойлы 6 чықыш бар. Ашхане блокына айры дихат ханда бір вақытта энчоқ 150 талебе уйле емегіна ашай білежек. Есть график, и в этом графике, который будет у работников столовой, они будут знать, что в 3А, 3Б, 3В такое количество учащихся, у них заранее будут лежать эти списки детей, и, соответственно, на это количество будет накрываться. Әрбір мектеп авария циркуляторларының тәмин етілді. Бұл мектепте оларның сайысы 43. Сентябрь айында тәсіл мөсеселеріне 6100 аппарат дарқатылacak. Бұл епісі чәрелеріні ве электроника олмасыны тәсіл илим ве яшлар везері Валентина Лаврик тешкіре. Везерлікте айталар, егер ана бабалар аппаратураларға пара топлануына раз келселер бірден бұақта хабер етмек кереклер. Это не должно происходить ни в коем случае. Такими средствами обеспечивают муниципальное образование и идет централизованная закупка Министерством образования. Поэтому, если есть такие случаи, мы просто о них должны знать конкретно адресно. Инспекторлар сайысында әмді Роспотребнадзор хадимлері 65 яштан бұйы қожаларға ведегер хадимлерге маскаларны кемеге эмир етмеселер де тепсиге етелер. Если человек уверен в своем состоянии здоровья, он может и после 65 лет работать без маски, потому что мы сами с вами понимаем, что это очень сложно пробыть целый день в маске. Мектеплелер үшін әмді сменалар графигі азырлана. Одаларда бір вақытта чоқ адам топланмасын деп. Мария Григорянның баласы 5-ші сыныфқа баража хана бабалар қапсызлық чәрелері рәйеті төлігінде толу шәкілде еменлер. Олар үшін мектеп тәлебелері осеждашларының жанлы қонышмасы пек мұйым. Детям я считаю, что надо общаться. Общаться с сверстниками, общаться с учителями и получать знания. Сентябрьнің бірінде рәлелер үгіне 214 бин талебе отырачақ. София Шукурова, Тарас Брезинский, Виталий Голубев, Миллет үшін. Бұрчоқрақ микрорайонының милетлер ара мұнасибетлері ішлері бойынша Девлет комитетінің векілері зәрет етті. Тәшкіреу вақтында бір sıra объектлер бақылды. Бұл әм еллар, әм канализацион ағылар, әм әвлер құрылжылығы олды. Епісі объектлері көбің егірін бір сенесі тапшырылып мақ керек. Кантар соқағында 36 квартиралы эв құрыла. Қомшы 60 лет октября соқағында есе лебелетерленген гражданлар үшін эв тікленілі. 9000 квадрат метрлік мескен бина кележек елғажы адамлар көчуіне азырланмақ керек. Sonra 162 қоранта чоқ бекленілген одаларына ала білер. На некоторых объектах мы увидели абсолютный порядок и соблюдение графика производства работ. На некоторых объектах нарушение норм техники безопасности. Но в целом хочу сказать, что на всех объектах ведется работа. По одному объекту, 72-квартирному жилому дому, который расположен на массиве Ахмечить, сегодня не ведутся работы в связи с тем, что отсутствует разрешение на начало производства работ. Бұрчоқрақ ве Ахмечет соқақларыны бағлаған 5 километрлік тегіс ел ойледі эксплуатацияға кірсетілмеген қалды. Бір қачет ішмемезліклер бар. Оларны яныттыш қызметші елінің сонына же yok етмек керек. Sonra ел қысмының абаданлаштырылуына кечежеклер. На сегодняшний день проводится работа по переустройству газопровода, водопровода, линии связи, канализации связи. Дальше будет подключено освещение, и после этого уже те недоделки, которые проявились после прокладки верхнего слоя асфальта, будут доделаны. Жемхуриетте мақсус бала мөсселерінің ішінде экспертлер систем бұзулар таптылар. Оларны бала омбудсмені Анна Кузнецова йоллады. Евелкі малюматқа көре Ахмеджетте елочка өксізлер әвінде тербейленген 80 балаға мақсус аш берілмеген еді. Керекли программа мутихассал олмағаны себебінден ішлеп чықарылмаған еді. Бұндан ғайры тішкережелер қарасу базардаки сақат балалар үшін интернат әвінде екімлер етішмей. Мөсселердің тішкерулері елочка өксізлер әвінде бұлынған 2 яшлы
жашлы бала аққында дарқалған мәлуматлардан сон башланды. Васи айтқанына көре, бала кереклік кебі бақылмайды, бұл мәлуматны емде прокуратура ве тақиқат комитеті тішкере. Вазиетні Қырым елбасшысы Сергей Аксенов шахсени заретіне алды. Мейдан виолны графиктен эвел тамир етіп бітірмек. Сақ районында азбар территориялары виолларының абаданлаштырылуына 260 миллион рублей айырылды. Районна салынкишаф еткен аққанда Сабина Денееваның левхасы. Наконец-то мы дождались. Виты перегуд отус елдан берли Орехова куынды яшай. Меденет евенде чалыша. Айтаки, яны мейданы пек чок бекледі. Эндімада эркунь кезіне. С внуками гуляем. Вот. Молодежь собирается, детки вот бегают. Ну это же прекрасно, это ж чудо. Степанов адына мейдан шер мүйті адлы программа бойынша тамир етіле. Джумхуриеве ерлі бюджеттен 17 миллион рублей айырылды. Ишлерні март айында башладылар. Ама пандемия или бағлы вазиет хурчылықны тоқтатты. Кой шурасының елбасшысы Александр Митясов тыш хизметші бежерген ишны бегене. Айтаки, ишлер вақытында битер. На сегодняшний день объект готов на 99%. Осталась небольшая поправка. Это на 3 лавочки козырьки от солнца. И геотекстиль. Это осталось немножко обработать кусочек одной клумбы. Все. Сақ районында умуми муниципаль ара имиетті шыхан юларды тамир етіле. Кокей койындеки тамартада асфальтның ашығы қаты төшілді. Елның ұзынлығы 17 километрны тешкил еті. Объект 70% азыр. Идем с опережением графика, где подрядчик обязуется до 10 октября 2020 года окончить, кстати, эту работу. На объекте уже выполнено фрезерование дороги, это на 100%. Хапсыз веки фитли йолар. Адлы мили лейха милгей кычырылбының чечевесінде бұл елның тамиратына бюджеттен 243 миллион рублей айырылды. Сабина Денеева, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Ахмеджет ве Қырым епархиясының Петропавловск кафедраль кесесі 150 яшында. Бұл санны почта варақасының яқылуынен қайдаттылар. Энді бойлы шарет бұтын Русия мектуплеріні яраштырajak. На мой взгляд, это очень торжественная, интересная, ну и действительно, да, то есть памятная форма фиксации события. Все-таки 150 лет Петропавловскому собору. Это серьезно. Ичтимаи ве инновацион эмелдарлық тижарет ве башқа номинацияларда ең яқшы иш адамы унваны оғрында Кореш Қырымда. Яшы 30-ға етмеген бизнес векілері молодой предприниматель России кебен егірім адлы федераль конкурста иштирак еттілер. Умумен региональ басамақта 5 иш адамы ғалип чықты. Буақта Сабина Денееваның левхасы. Галина Юдинаның мақсады инновацион эмелдарлық номинациясында ғалип чықмақ. О конкурста екінші кере иштирак етті. Биналардың ве иншатлардың лехаларыны тізе. Бұл сефер янны программаны теклиф етті. Участие в конкурсе для меня дало, во-первых, это одобрение, в конечном счете, из-за того, что я выиграла, одобрение моего проекта. И то, что люди действительно видят в нем что-то инновационное, что-то такое новое, что поможет развить не только мою фирму, а именно развить весь регион. Бу ерде аналар яны адамларны танышалар, конушалар, ве тәҗрибеләреннән пайлашалар. Тамам бойлы мутны ось акваклубында Маргарита Малафеева яратты. Акваклубка катнаган балаларның ана-бабалары айтканына күрә, бу ялда өчен эн яхшы ер. Инструкталар чешит методикаларны биләләр. Әршей хавсыз ве файдалы. Маргарита ичтимаи эмелдарлық номинациясында ғалибе қазанды. Оның клубы балаларнен чалыша, веоларны сағламлаштырмаға ярдым еті. Мы планируем в ближайшее время запустить собственную франшизу и открыть подобные акваклубы по всем городам России. Идманчыларның махсус зинат бойынша тәсілі бар. В мою задачу входит легко и мягко обучить ребенка плаванию, чтобы он не боялся воды. В то же время у нас входит в нашу задачу оздоровление ребенка, физическое развитие, умственное развитие. Федераль конкурсның региональ басамағында ғалип чықан 5 кішіні эмелдарлар эмеде хайырладылар. Это у нас ежегодная программа. В России она уже более 10 лет. И я думаю, что мы, наших молодых предпринимателей, будем работать с ними и дальше. И на будущий год обязательно объявим такой же конкурс. Конкурсның əsas мақсады Қырым Жүмхүриетіні бүтін Русия конкурсында тақдим етмеге азыр олған фаал. Яш иш адамларны тапмақтыр. Сабина Денеева, Алим Сейдалиев, Ве Саид Влиляев. Милет үшін.
Энельмес Крым-татар профессиональ боксчымыз Москвада титул күрешіне азырлана. Яра ағыр чекіде чемпион унваныны оғырындаки күреш сентябрінің 4-інде Крылья Советов спорт комплексінде кечечек. Артур Зияддинов шахси залында ось устазы Сервер Эмрулаевның реберлігінде идманлар кечірілі. Біздің телевизион тақымыз бокс ақшамдаки эвел кечірілген репетициялардан бірінде болынды. Если что-то сбивается, уже начинается каша. Каша яни ботха Артур Зияддиновның яшайышында тек спортив диета менюсында. 23 яшында о бірінші ағырлық категориясында дүнияда ең күчлі спортчыларының топ 100 жетвеліне кірді. Бұнда Невел Канатаға көчкенеді, анда мұтехасы солды. Амма евге қышылық тәтелерге қайту фонын карьерасыны бірден денештірді. 30 января я приехал, на 3 недели у меня уже билет был готовый на обратный путь. И там началась вот эта пандемия вся, люди начали все больше и больше заболевать. Я созвонился с Канадой и говорю, как у вас там обстоятельства. Они говорят, подожди, не торопись сюда возвращаться, потому что у нас все это развивается. Нетижеде Артур евде қалды ве Москвада Гасан Гасановнен чемпион хушағы оқырында көрешечек. Зияддинов өзі ачқан залда идман ете. Океандан тыш Артур Зияддинов дүния боксының бір сыра йылдызларынен таныш олды. Бұ қатыра фоторесімлерден ғайры спарринг крахыплер жедвеліндеки эфсаневи шахслар. Да, знаете, я с Альваресом, Элейдер Альварес, я с ним постоянно спаррингую. С Битербиевым немножко в парах стоял, когда он к гвоздику готовился. Все очень просто. Мы обычные люди, приходим утром в зал, тренируемся, общаемся. Все, привет, пока, как дела? Хырым Арсланы Эркун, Сервер Эмрулаевның реберлігінде идманлар кечере. Сели сразу вначале обговорили подготовку к бою, что надо, что не надо, с какой он точки смотрит зрение на какие-то задания. Телевизорның экранында Тимадзю Жев Хорнға қаршы көреші. Ама Зияддиновның яш мұхлеслері башқа тарафға бақалар. Олачақта милетімізні танытачақ яш истидатлар намлы ватандашымызның әрбір әрекетіні огренмеге тырышалар. Это может каждый, только некоторые свой талант не развивают. Рингте ен бұйық рух берген хувет бұтуған халқының медениетіні ве урфадетлеріні бүтін дүниеда танытмақ істегідір. Де 23 яшлы чемпион. Москвада Зияддинов адетінже Крым-татар киімліклерінде чықып, тарақ тамғалы байрағымызны көтеречек. София Шукурова, Тарас Брезицкий, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Қадами зенат ұсталары айры диқатқа лайық. Біздер ватандашларымыздың ғалебелері аққында тариф етмеге девам етеміз. Нөвбеттеке рубрикамыздың қараманы чапчақшы Ескендер Халапов. Оның еллерінден ең қатты емен терегі біле керек шықылына ала. Ағач бойсындырылуыны ве оны яны яшайыш берулева аққында Наджия Исаева. Бұ адам эмен терегінің яшыны венерде оскенні бір бақыштан белгілей білем. Зиманеви яшайшымызда қадимей сайылған весерек раскелген чапчақчы зенатының ұстасы. Чалышқан одасында бір талай тақта ләкин оларының доғыра ады клёпка дей чапчақчы. Чапчақлар тамам оларының ярдымнен жиыла. Олар не қадар чоқ сақланса, о қадар яқшы. Оның үшін клёпкалар өз ұстасына айларнен, атта йылларнен беклей. Уста әрбір тақта парчасына керекли өлчу береветек, sonra işini башлай. Конструктор КБ геометрия қанлары бойынша оларны топлай, sonra челік қаршавнен бағлана. Әршей азыр олған сон чапчақны яқмаға yollaylar ve içki қатны 3-4 мм алына. Чапчақны sıcak olғанда бір қач санiyede жиымақ керек. Тақталарына булатмақ үшін клёпкаларını сылатмақ керек. Азыр олмаған чапчақны тубынден чекелер ве майыштыралар. Азырланған шей керекли шекліні ала. За счет того, что она горячая, она гниет, мягче становится, легче. А иногда, если неправильно делать, они лопаются. Чапчақ құрығанымен уста оның аралықларының қапата. Мында қамыш пытақлары құланыла. Лак işletilmey çapçaqны тек яғлайлар. Бір мети азырламақ үшін бір авта керек. Işini 3-4 күнде де bitirmek мүмкін. Емен терегі ақта уста çok şey біле. Ondan қайви терек olmağanında emin. Боле çapçaq içinde bal en tatlı, turşular en yaxşı içimlikler ise en kokuludur. Eski zamanları adi terekten yasalgan çapçaq her bir evde бар еді. Трудоемкая работа. Но его надо, как говорится, работу любить надо. Вот нравится, хочется делать. Можно добиться.
Чапчак Ясаф ішне Ескендер Халапов енді 15 жылдан берлі оғраша. Оның әлеріне түшкен атта ән қави ағач майша. Бұл yıllar devamında usta шейіне огренді. Зиманеви донатмаларға бақмадан бүтін іш елінен япылан. Бұл ustaxanede не бір мық, не де клей бар. Наджейсаева, Сан Ибрагимов, Миллет үшін. Қырым халқлары келечек үшін Қырымдаки милли жемиетлерінің векілері өз медениетіні, музыкасыны, ер ве ойынларыны нумайыш еттілер. Илья Сильвинский музей Эві бір күн гейджі демейданға чывырылды. Бара мұйтыне Аяр Велиуллаев далды. Эльвина Исламова енді бір хач жылдан берлі ойынларнен оғраша. Бүгін қыс ойыныны азырлады. Қырымда әрдайын тынчылық ве барышы қолмасы үшін бойле тедбірлер керек деген фікірде. Мне очень понравилось танцевать здесь, потому что я танцевала с разными народами нашего Крымского полуострова, и такие мероприятия важны для Крыма. Қырым халқлары келечек үшін адлы парлах велизетлі тедбірде мұсафірлер яраманы милли медени хусусиетлерінен, әмде ашларынен таныш олдылар. Ойзбеде чықышларыны ве милли емеклеріні Булгар, Алман, Рус, Украин, Ахрус ве Қырым татар халқларыны векиллері азырладылар. Мы решили объединить им, сделать такой большой крымский праздник. Бұл ерде әмде хайриет акция тешкіл етілді. Истегенлер эпысы чоқ баллары қоранталарға ярдым етіп, мектеп шейлеріні оларға бақшыш ете білділер. Мы все знаем, что детей в школу собирать очень дорого, поэтому решили собирать не деньгами, а канцтоварами. Достлық байрамы пайтақтың сакинлері ве мұсафірлері үшін ажайы бақшыш олды. Аяр Велиуллаев, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Қырым Академия Қоқлалар театры спектакльлерге азырлық көре актерлар мевсымы чулывыны беклейлер ишандыралар, кесерджелер айретте қалдырыжы премьераларны көрерлер. Генерал репетицияларны Наджейсаева да көрді. Давай, сынок, донесет товар до дому, и я щедро вознагражу его. Санада парлақ декорациялар, реквизит ве қоқлалар. Қырым Академик Қоқла театры артистлерінің елерінде Карлик Нос масалының қараманлары жаланалар. Якуб адлы оғланчықның сергузешлері ақында тариф етіле. Масал қараманлары ойнап ирамақтан ғайры тербие берелер. Дайте ваше зеркало только поглядеться. Да смотритесь, сколько душе угодно. Бұл генерал репетиция режиссер сонки дақаларыны сеслендіре. Актерлар есе қараманларының ойыныны сеснен яраштыралар. Ләкен спектакль тексерджілер залы толған сон декуленген сайлажақ дей, баш рөллерінден біріні ижра еткен Ирина Анташевская. Дети вдохновляют ли нас дети? А кто же нас еще вдохновляет? Конечно, дети, их реакция. Ждем ее, соскучились уже очень за ней. Актер Александр Расоха театрге 20 ел өміріні бағышлады. Бұл север Якобның бабасы ве герцог роліні ойнай. Айта ке зал бош алғанда çalışмақ пек қиын. Сильно контрастно отличается, когда у тебя полный зал, конечно, идет контакт. Конечно, а так ты работаешь так в пустоту, как пел один исполнитель, камешки и песни в пустоту. Мечбури тоқтав девамында серджилер ичунда эко спектакль hazırlandı. Bu Трям здравствуйте ве тайна золотого ключика. Театр мевсімі не вақыт башланажаға белі дегіл. Ама артистлер бар күчнен çalışалар. Эртеме кечме премьералар көстерілер. Такое мистическое такое произведение, и оно сделано режиссером Станиславом Железкиным, московским режиссером, который приезжал к нам на постановку для работы над этим спектаклем. Такое мистическое действие, немножечко страшное. Я знаю, что школьники сейчас любят, когда им страшно. Поэтому, я думаю, эта сказка будет иметь успех у зрителя. Бір режиссер санаштырмаға өз дүния бақышына қоша. Оның үшін әркезге белі масалар яны жаянғырар. Amma eserler en esas çizgisini, tılsımını joymazlarına Naджейсаева, Арсен Фукала, Миллет үшін. Бүгінге bu епісі хаберлері Миллет телеканалından айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.